Бұрынғы КСРО елдері халықаралық құқық бойынша тиімді мәртебеге ие емес. Өйткені олардың егеменді елдер мәртебесіне нақты форма беретін халықаралық келісім жоқ. Дәл осындай мазмұнмен жақында Франциядағы Қытай елшісі Лу Шай Кеңес одағынан шыққан елдердің егемендігіне күмән келтіріп, біразының ашуын тудырып, тіпті Қырымның бастапқыда Ресейге тиесілі болғанын айтты. Елші қалай қателесті? Бірге тексерейік. Елші артық қылам деп тыртық қылып берген сұхбаты резонанс тудырды. Тәуелсіз елдер мәртебесіне нақты форма бере алатын бірнеше халықаралық келісімдер бар. Біріншіден, КСРО құрамында болған республикалардың тәуелсіз ел ретінде декларациялары бар және Біріккен ұлттар ұйымына мүше. Сонымен қатар тәуелсіз мемлекеттер ретінде түрлі саяси және экономикалық одаққа мүше. Екіншіден, 1991 жылы желтоқсанда Ресей, Украина, Беларусь басшылары КСРО құрылтайшылары ретінде КСРОны тарату туралы және ТМД елдерін құру жайлы Беловеж келісіміне қол қойды. Сол күні Беларусьтың Беловеж орманына Қазақстанның экс-президенті Нұрсұлтан Назарбаев шақырылған, бірақ ол барған жоқ. Кейін КСРО құрамында болған барлық республикалар өздерінің егеменді ел екенін декларациямен бекітіп, құқықтық тұрғыда тәуелсіз ел атанды. Жалпы КСРО құрамында болған республикалар Біріккен ұлттар ұйымының құрамына әртүрлі уақытта кірді. Осыны елшіге айтатын адам болмағаны ма? Бұдан бөлек тәуелсіз елдер мәртебесін айқындап, оларға нақты форма беретін көптеген халықаралық келісімдер бар. Мысалы, Біріккен ұлттар ұйымының жарғысы, Женева конвенциясы, дипломатиялық қарым-қатынас туралы Вена конвенциясы, халықаралық келісімшарт құқығы туралы Вена конвенциясы және басқа да келісімшарттар бар. Қытай елшісі айтқандай, Кеңес одағы кезінде Қырымды Украинаға сыйлаған Хрущев па? Оны да тексердік. 1954 жылдардың басында КСРОда Қырым облысын РКФСР құрамынан Украина Кеңестік социалистік республикасына беру туралы жарғы жарияланды. Ал 26 сәуірде КСРОның жоғарғы кеңесі РКФСР мен УКСР территориясындағы өзгерісті Конституцияға бекітті. Сөйтіп, Қырым заңды тұрғыда Украинаға өтті. Ал Хрущев Қырымды Украинаға сыйлағаны туралы нақты дәлел жоқ. Көп жағдайда мұны ресейлік пропаганда тарапынан байқауға болады. Мәселен, Қырымды Хрущев сыйлады дегенге кейбір тарихшылар келіспейді. Олардың сөзінше, Қырымды Украинаға Хрущев сыйлады деп айту дұрыс емес. Себебі сол уақытта мұндай шешімді тек Хрущев қабылдамаған. Көп жағдайда Қырымды Хрущев сыйға берді деген цитатаны Кремль мен диктатор Путиннің мәлімдемелерінен байқауға болады. Каналға тіркеліп, лайк басып, пікір жазыңыздар, ақпараттың рас өтірігін бірге анықтап, фейктерден аулақ болайық. Келесі кездескенше.